Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі пәнінен қашықтықтан сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы одағай. Сабағымыздың мақсаты: белгілі бір тақырыпта сөйлеген кезде сөйлеу мәдениетін сақтау. Одағай сөздерді сөйлем мен сөйлеуде қолдану. Сабағымыздың бағалау критерийлері: белгілі бір тақырыпта сөйлеген кезде сөйлеу мәдениетін сақтайды. Одағай сөздердің түрлерін ажыратады. Одағай сөздерді сөйлеу мен сөйлемде қолданады. Балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын одағай сөздер дегеніміз не? Одағай сөздердің қандай ерекшеліктер бар екен? Соны білуіміз үшін назарымызды бейнежазбаға аударамыз. Ай мектеп. Құлыншағым менің, құрау-құрау, сен менің секеңдеген лағымсың, шөре-шөре лағым, менің кішкентай ғана күшігімсің, кә-кә күшігім. Қарындасым менің, не істеп отырсың? Мен ойыншықтармен ойнап отырмын. Құрау-құрау құлыншағым, шөре-шөре лағым менің. Мынау сенің ботаң. Көз-көз ботақаным. Аға, рахмет сізге. Сен шақыруды білдіретін біршама одағайларды біледі екенсің. Одағай? Ол не тағы? Сөйлеушінің айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді одағай деп атайды. Мысалы, алақай, бәрекелді, әттеген-ай, шіркін-ай. Бұлар көңіл күйді білдіретін одағайлар. Сонымен қатар, шақыруды білдіретін де одағайлар бар. Мысалы, жаңа ғана өзің айтып отырған құрау-құрау, шөре-шөре, кә-кә, көз-көз. Және одан басқа пышайт-пышайт, мох-мох деген одағайлар бар. Мен одағайға көп мысал келтіре аламын. Пай-пай, ту, охо, ай-хай, пәлі, мәссаған. Тамаша, Дана, енді есіңе сақтап ал. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы, әукім, әукім, әукешім. Одағайлар сөйлем мүшесінен үтір немесе леп белгісімен ажыратылады. Мысалы, алақай, алақай, біз бүлдірген теруге барамыз. Одағайлар сөйлемнің басында, ортасында және соңында да келе береді. Соған сәйкес тыныс белгілері де өзгеріп отырады. Мысалы, мен тезірек үлкейсем, шіркін. Ка, Вики, неткен сүйкімді күшік едің. Көрдің бе, Дана? Біз одағай сөздерді күнделікті өмірде көп пайдаланамыз. Қайталайық. Одағай. Сөйлеушінің айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді одағай деп атайды. Мысалы, алақай, бәрекелді, әттеген-ай, шіркін-ай. Бұлар көңіл күйді білдіретін одағайлар. Шақыруды білдіретін одағайлар бар. Мысалы, құрау-құрау, шөре-шөре, кә-кә,
көс және одан басқа пшайт моқ деген одағайлар. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы, әукім, әукешім. Одағайлар сөйлем мүшесінен үтір немесе леп белгісімен ажыратылады. Мысалы, алақай, біз бүлдірген теруге барамыз. Одағайлар сөйлемнің басында, ортасында және соңында да келе береді. Соған сәйкес тыныс белгілері де өзгеріп отырады. Мысалы, алақай, ауылдан әжем келе жатыр. Мен тезірек үлкейсем шіркін. Жақсы балалар, енді сіздердің сабақты қаншалықты түсінгендіктеріңізді тексеру үшін дұрыс емес ойын ойнайық. Кәне балалар, бәріміз белсенді қатысамыз. Сөйлеушінің айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді одағай деп атайды. Кәне балалар, жауабын береміз. Жауаптарыңызды менің жауабыммен салыстырамыз. Келесі, одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түсіп, сөйлем мүшесі бола алады. Кәні жауапты белгілейміз. Менің жауабыммен тексереміз. Қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылады. Жауабын белгілейміз балалар. Менің жауабыммен тексереміз. Одағайлар сөйлем мүшесінен сызықшамен ажыратылады. Жақсы балалар, енді келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, қазақ тілі оқулығындағы 42-ші жаттығу 122-ші бетті ашамыз. Берілген одағайларды қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Келесі екінші тапсырма. 43-ші жаттығу 122-ші бет. Сөйлемдегі одағай сөзі бар сөйлемге айналдырып жазамыз. Енді балалар, сабағымызды қорытындылау үшін қаншалықты білім деңгейіміз одағай сөздер бойынша, одағай сөздердің ерекшелігі бойынша тексеру үшін тест жұмысын жасаймыз. Бейнефильм не туралы екенін көрсетіңіз. Кәні бәріміз көрсетеміз. Енді менің жауабыммен жауаптарыңызды салыстырыңыздар. Одағай сөзді көрсетіңіз. Кәні көрсетеміз, менің жауабыммен салыстырамыз. Одағайды табыңыз. Кәне сіздер табыңыздар, менің жауабыммен салыстырыңыздар жауаптарыңызды. Одағайды табыңыз. Одағайды табамыз. Шақыру одағайын. Одағай дегеніміз не? Кәні менің жауабыммен не істейміз? Салыстырамыз. Одағайға тән қасиетті көрсетіңіз. Менің жауабыммен салыстырамыз. Қосарланған одағайлар бірге жазылады, бөлек жазылады, дефис арқылы, қос нүкте арқылы. Кәні жауап береміз балалар. Енді менің жауабыммен салыстырамыз өзімізді.
Жақсы балалар, осыменен одағай жайлы алған білімімізді қорытындыладық. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.